Құрметті тыңдарман, әңгімені соңына дейін тыңдап, қолдай отырыңыздар. Түсіне де енетіні тек сол нәрестесі ғана. Ауруханадан шыққан соң сәбилер үйіне жетіп барды. Барғаны не керек, бармағын тістеп қалды. Баласын басқа біреулер баланың зарын шеккен, ерлі зайыпты отбасы асырап алыпты. Олардың кім екенін де, аты жөнін де біле алмады, айтуға болмайды. Тәртіп солай. Амалсыз, құлнымай, барған жеріңде бағың ашылғай еді деп, еңіреп қоя берді. Уақыт емші дейді ғой. Біртіндеп жұмысына кірісіп, университетті де сырттай бітіріп, қолына диплом алды. Енді Әсел алыстағы бір облыстың шалғай ауданына келіп, жұмысқа орналасты. Ай сайын тапқан ақшасын ауылдағы шешесіне салып отырды. Үйде іні сіңлілері бар, соларды жеткізу керек. Уақыт жылжып өте берді. Талай жігіт сөз салды, бірақ Әселдің жүрегі ешкімді қаламайды. Біраз уақыт өткен соң совхоздың бас есепшісіне тұрмысқа шықты. Ол Әселден 17 жас үлкен. Әйелі қайтыс болған. Балалары ер жетіп, өз алдына жанұя құрып кеткен. Әсел ол күйеуінен бір қыз сүйді. Бірақ жүрегінде тұла бойы тұңғышы, сағынышы тұрды. Күйеуінің мінезі қатал, көп сөйлемейді. Сағынышы туралы айтайын десе, бата алмады. Талай рет Алматыға барып, ұлын іздегісі келгенімен күйбең тіршіліктен шыға алмады. Күйеуінің де көңіліне қарады. Күйеуі Әселге бар жағдайды жасап, үлде мен бүлдеге орап қойды. Бәрібір мен ол ұлды түбі тауып алам, тек аман есен болса екен деп тілегін тіледі. Шешесі қайтыс болып, іні сіңлілері бас көз болып қалды. Одан кейін ірілі ұсақты оқиғалар бірінен соң бірі болып жатты. Ал сағынышты асырап алған отбасы мүшелері көп ұзамай жол апатынан қайтыс болғасын, ол қайтадан балалар үйіне түседі. Мектепте оқып жүргеннің өзінде ақ сағыныш өте зерек, ақылды болып өсті. Басқа балалардан өзінің сүйкімділігімен, оқуға деген ынтасымен ерекшеленіп тұратын. Сурет салғанды жақсы көреді. Басқа балалар бір-бірімен алысып ойнасып жүргенде, ол терезенің алдындағы орындыққа жайғасып, далаға ұзақ қарап отыратын. Мүмкін қазір мамам келіп алып кететін шығар деп ойлап, тіпті азын-аулақ киімдерін де жинастырып қоятын. Тәрбиешілер де сағынышты өз баласындай жақсы көрді. Кейінірек жоғары сыныпта оқығанда кім болғың келеді деген сұраққа дәрігер боламын дейтін. Мектепті үздік бітірді. Балалар үйінің директоры Жәмила апайдың қолдауымен медициналық институтқа түсіп, оны да үздік аяқтайды. Жолы болып, аспирантураны тәмамдап, ғылым жолына түсті. Медицина ғылымдарының докторы, белгілі профессордың ассистенті болды. Сол кісінің жетекшілігімен медицина ғылымдарынан кандидаттық диссертация қорғады. Сағынышқа студент кездегі профессорлардың талантты, болашағы мол бала деген қолпаштау сөздері де жақсы әсерін тигізген. Отбасын құрып, ұлды болды. Жұбайы Әйгерім мінезі ақ жарқын, көрікті, адамның жан дүниесін түсінетін абзал жан. Әйгерім қарапайым отбасынан шыққан, әкесі ертеректе қайтыс болыпты. Анасы тігін фабрикасында жұмыс істеген, қазір зейнеткер екен. Осы екеуінің тілегін тілеп отырады. Әселдің өміріне келер болсақ, күйеуі қайтыс болған, қызы тұрмыста, соңғы кезде денсаулығы сыр бере бастады. Асқазанында жара бар екені анықталды. Асқынбай тұрғанда шұғыл операция қажет, бірақ ол операцияны біз жасамаймыз деп облыс дәрігерлері Алматыға жолдама берді. Әсел қызын ертіп, Алматыға келіп, анализдерді қайта тапсырды. Облыс дәрігерлері қойған диагноз анықталып, операция жасалатын күн белгіленді. Егде тартқан профессор қарап, қобалжымаңыз,
бәрі жақсы болады деп жұбатты. Әлгі профессордың қасында келбетті келген, жылы жүзді жігітті көрген бетте, апырай, жүзі таныс, бір жерден көрген адамым сияқты деп, Әсел қайдан, қашан көргенін есіне түсіре алмады. Операция сәтті аяқталды. Біраз күннен соң палатаға ауыстырылды. Бір күні түнгі кезекте әлгі сұңғақ бойлы дәрігер жігіт кезекші екен. Әселдің палатасына келіп, апай, қалыңыз қалай деді. Әсел оның жылы жүзі мен мейірімді сөзіне риза болды. Айналайын, рахмет, денсаулығым ақырындап түзеліп келе жатыр. Енді 4-5 күнде шауып кетемін деп әзілдеп қойды. Содан соң, шырағым, сенің анаң қандай бақытты, осындай бала тәрбиелеген, өзің қай жақтансың, деді. Сағыныш көзі мұңайып, сәл ғана жымиып, апай тезірек жазылыңыз деп, палатадан шығып кетті. Әселдің көңілі алабұртып, дәрігердің жүзін кімге ұқсайтынын есіне түсіре алмады. Сол көзінің астындағы меңін, оның жымиып күлгенін, жүріс-тұрысын таныс бір адамға ұқсатты. Бірақ ол танысы кім? Ойына түсейші. Көзден кеткен, көңілден де кететіні рас-ау сірә. Ауруханадан шығатын күнде келіп жетті. Әсел ризашылығын білдіріп, рахметін айту үшін дәрігер жігіттің аты жөнін дұрыстап медбикеден сұрастырды. Сағындық Омарұлы екен. Ақырындап сөз тартып, медбикеден қай жақтың баласы, әке шешесі кім екенін сұрағыштап еді. Медбике, ол кісінің ата-анасы жоқ, балалар үйінде тәрбиеленген, деп сыбырлап қана айтты. Бәлкім соны естіген соң ба, неге екені Әселді түрлі ойлар мазалап, сонау жастық шағы жиі-жиі есіне түсе берді. Әсел ауруханадан шыға салысымен қаладағы жетім балалар үйін аралап, әзер дегенде бұдан қаншама жыл бұрын Сағындық Омаров деген бала тәрбиеленген үйді табады. Тәрбиешілер бірден, я, әрине, ол біздің балалар үйінің мақтанышы, белгілі дәрігер, десті бір ауыздан. Әсел сол жылдары жұмыс істеген тәрбиешілер туралы сұрастырып еді, ешкім жөндеп айта алмады. Тек егде тартқан бір тәрбиеші, еңбек ардагері Вера Михайлованың мекен жайын беріп, бір білсе сол кісі білет деді. Алып ұшып, қызы екеуі жүректері дүрсілдеп, есіктің қоңырауын басты. Есікті 80-дер шамасындағы кәрі әйел ашты. Ол аң-таң болып, сіздерге кім керек еді, деді. Әселдің қызы жадыра, кешіріңіз, сіз Вера Михайловнасыз ба? Деп сұрады. Я, менмін, деп жауап берді үй иесі. Әсел ішкі тебіренісін басып, Сағындық Омаров туралы не білесіз? Ұзақ жылдар бойы көз жазып қалған жақын туыстар едік. Сіз сол кісінің бала кезі жайлы айтып берсеңіз, деп өтінді. Вера Михайловна біраз үнсіз отырды да, сендер ол баланы неге ертерек іздеп келмедіңдер? Ол өзі сондай ерекше бала болып өсті. Анасын күтетін, мектеп бітіргенше үмітін үзбей күтті. Суретті жақсы салатын. Міне, мынау анасын аңсап отырып салған суреттері, жазған хаттары деп, үстелдің суырмасынан сарғайып, тозығы жеткен бір бума қағаздарды алып, Әселге сұнды. Оның шынаты Сағыныш болатын. Жетімдер үйінде біз оны Саня дейтінбіз. Алғаш асырап алған ата-анасы атын сәл өзгертіпті. Кейін паспорт алғанда солай Сағындық болып жазылып кетті. Ал фамилиясы Омаров деп сөзін аяқтады. Ал сіздер оған қалай туыс болып келесіздер, деп Әселге қарады. Мен оның тәтесімін деген сөзді Әсел зорға айтты. Вера Михайловна, Саня үлкен бастық болса да, әлі күнге дейін келіп, кейде телефон шалып, халімді біліп, көмектесіп тұрады. Өте мейірімді, деді жымиып. Я, айтпақшы, деді Вера Михайловна, есіне бір нәрсе түскендей. Осыдан 30 жыл бұрын оны сәбилер үйінің табалдырығына қатыгез анасы тастап кеткенде,
алғаш рет қолға алып бауырыма басқан мен едім. Сол сәтте дүние төңкеріліп бара жатқандай Әсел талықсып отыра кетті. Қызы, «Мама, не болды?» деп шыр-шыр етеді. Үй иесі ас үйден бір стақан су әкеліп, бетіне бүркеді. Әсел есін жиды. Сәл отырған соң кетуге ыңғайланды. Қош айтысып, далаға шықты. Екеуден сөз. «Мама, сіз маған неге айтпадыңыз? Ол сонда менің ағам екен ғой», деді біраз үнсіздіктен соң қызы жадыра. Қонақ үйге келген соң Вера Михайловна берген суреттерді, хаттарды мұқият қарай бастады. Суреттерде бала жетектеген әйелдің суретінің тұсына «мама» деп жазып қойыпты. Ертесіне қыз екеуі сол өзі жатқан ғылыми институтқа келді. Арманы сағынышын бір көру. Медбикеден сұрастырып еді, ол: «Сағындық Омарұлы бүгін шетелге 3 жылға оқуға кетеді. Сағат 1-де рейсі», деді. Қызы екеуі таксиге отыра салып әуежайға жөнелді. Тек тезірек үлгеру керек. Әуежайға алып ұшып, жолаушыларды тіркейтін жерден сағынышын бірден тауып алды. Қасында үріп ауызға салардай бір келіншек, өзінен аумайтын сүп-сүйкімді кішкентай ұлы бар екен. Сол мезетте Әсел «Сағыныш, сағынышым, құлыным» деп өкси шыққан дауысқа Сағындық жалт бұрылып Әселге қарады. Бірақ ұшаққа отырғызу басталып кеткен. Екеуі де енді не істерін білмей мелшиіп тұрып қалды. Жанары жасқа толған Сағыныш өте алмады. Сағыныштың қасындағы келіншек те, бала да Әселге таңырқай қарап қалды. Жерден көтеріліп, ақ бұлттар арасынан көрінбей кеткен ұшақ соңынан Әсел ұзақ вақыт телміре қарап тұрды. «Кешір балам, кешір», деді сыбырлап. Ұлының «мама, маматай» деген сөзі бұлтты аспаннан талып естілгендей болды. Құрметті тыңдарман, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.